Роман Сущенко тевкифте кала Москва шәһәр мәхкәмәсе Украин журналистының тевкиф муддәтенең узаттырылмасына истинавшы экетini рет етті. Бұны әділежесі Марк Фейгин білдірі шу күндері Русия ФСБ қызметі Укринформ журналисті ешінің тәқиқ әтілмесіні бітергені қында білдірді. Құқық қорғаушылар 10 баптан екесіні огренді. Русия махсус қызметлерінің риваетіне көре, Роман Украинаға рус ордуларының истелесі қында малюматыны топлайды екен. Укринформның махсус мұхберіні Русия қызметлері 2016 сенесі сентябрінің 30-ында Москвада тұтып Анда сойларыны зиярет етмек үшін келген еді. Мұхберіні жасуслықта қабатладылар. Сущенко өз қабатыны танымай Москва шәһәр мәхкәмәсе Сущенконың тевкиф муддетini 2017 сенесі ноябрьнің 30-на қадар узатты. В последней декаде ноября нам предстоит новый суд. Ноябрьнің соңғы күні ішінде тевкиф муддетінің узатырылмасы бойынша яны мәхкемелінің кечірілмесі бекленілі. Бұл манада илерде де истиғипалымыз бар, ве о да қала. Дегер мәселе, біз үміт етеміз сынырламат етберіні денештермек имканына оптимизм дұйғысыны ис етмейік. Әралда біз пек тырышамыз. Әсас мәхкеме нәтижесінде Сущенконың азат етілмесінде насылдыр бір усул әрекетлерінің топламы дегілді. Саяси қоларының рөлі ал етеже olur.